Қазіргі таңда ең жиі кездесетін аурулардың бірі бұл өт аурулары болып саналады. Яғни холецистит, холедохоледиаз, өт тас аурулары, өттің қисаюы немесе өті толу деген сияқты естіген боларсыздар. Егер де сіздің бойыңызда осындай аурулардың қандай да бір белгісі кездесетін болса, тез арада дәрігерге көрінуіңіз керек. Солардың бірі іш қату, запор немесе іштің өтуі, диарея деп айтылады. Мұндай кезде оның түсі ашық түсті болып келеді, қалыптыда негізі ашық қоңырлау түсті болу керек. Және де бұл өт, яғни бауыр бірге оң жақ қабырғасында орналасқандықтан, сол тұстың, яғни оң жақ қабырға астының ауырсыну сезімі, ауыздағы ащы дәм немесе тамақтан кейінгі кекіру симптомдары, және көлікке немесе автобусқа мінген кезде жүрек айнып құсу симптомдары, және де тері құрғақ болады бұл кезде. Негізі терінің құрғақтығы А витамин жетіспеуінен жиі кездеседі. Себебі А витамині майда еритін витамин болғандықтан, ағзаға бізде қаншалықты А витамині түскенімен сіз қаншалықты дәрі ішсеңіз де А витаминіне ем қабылдап, ол майда ериді. Яғни май бізде ағзаға қорытылып ыдырауы, ағзаға сіңу үшін өттің жұмысы дұрыс болу керек. Яғни бір-бірімен тығыз байланысты. Өтіңіз дұрыс болмаса, майда дұрыс витаминдер ерімей, теріңіз құрғақ бола бастайды. Және де склераның сарғаюы, жиі бас ауруы, мигрен және етеккір кезіндегі ауырсыну, миома, киста және мастопатия. Не үшін ауырады етеккір кезінде? Себебі осы циклдың дұрыс болуына бізде ағзада гормондар қызмет атқарады, яғни эстроген гормондары, солар өз қызметін атқарып болғаннан кейін олар өт қышқылдары арқылы ағзадан шығуы керек. Бірақ олар өт ауруы салдарынан өт қышқылдар дұрыс бөлінбегендіктен олар ағзадан шыға алмай, осылай бел ауруы, іштің ауырсынулары жиі кездеседі. Және де келесі симптомдарына тоқталамыз. Бұл жиі ашулану, агрессия, депрессиялық күйлер, стресске түсу, истерия, сезімталдық және иіске сезімтал болғандықтан көліктерде отырғанда олардың жүрек айну, құсу симптомдары байқалады. Гипотиреоз, яғни ағзада иодтың аздығы, және майлы тағамдарға төзбеушілік, өйткені ағзасы майды қорытылмағандықтан олар майлы тамақ жегенде ауырсыну симптомдары байқалады. Кешке қарай ісіну, әсіресе бет аймақтарының, мойынның, беттің, иектің ісіну байқалады. Төменгі аяқ буындарының, тізенің ауырсыну симптомдары және гипотиреоз салдарынан салмақ қосу үдерісі жоғарылайды. Көбінесе бұл іште және арқа аймағына май жинақтала бастайды және қатты терлеу әсіресе түнде жиі кездеседі. Және де біз енді не істеуіміз керек деген сұрақ болады. Өт дұрыс жұмыс жасау үшін таңертең тұрған кезде міндетті түрде қайнаған ауыз күймейтін ыстық су, яғни салқын су мен ыстық суды араластырып ауыз күймейтіндей су ішуіміз керек. Одан соң түні бойы жұмыс жасаған кезде өт ағзасы толып тұрады. Яғни түнімен толып тұрған өт ағуы керек қой. Яғни ол ағу үшін, яғни өт майды ыдырататын болғандықтан біз таңғы асқа май жейтін болсақ, өт бөліне бастайды майды қорытуға. Солай өттің бойында ешқандай протоктар, застойлар болмайды. Ішкен тамағымыз солай ыдырауына өт қызметін атқарып отырады. Егер біз таңертең тамақ ішпей түсте немесе кешке ішетін болсаңыз, өт сол кезде ғана бөлініп аға бастайды. Түнімен іркіліп тұрған өт ақпаса, өт қоюланып қата бастайды. Аузымызға май түскен кезде біздің ағзамызда яғни біздегі өт 12 шекке ағуы керек. Сол кезде холецистикинин гормоны бөлінеді. Ол өттің жиырылуына көмектесіп, өтті өт қалтасынан итеріп шығаратын гормон. Осылайша механизм іске қосылып отырады. Ол үшін міндетті түрде біз дұрыс тамақтануымыз керек. Таңертең ауыз күймейтін су ішу керек, және де физикалық қозғалыс және стресс болмау керек. Өйткені стресс болған кезде спазм салдарынан өт жолдарындағы өт іркіліп, ары қарай дұрыс ақпайды. Өт қабы дегеніміз холецистикинин гормонының әсерінен бауырдан шығатын өт аш шекке түсуі үшін жинақталатын мүше. Яғни оның анатомиялық жағынан ол бауырдың бір бөлігі болып саналады. Бауырдың төменгі бөлігінде оң жақ бөлікте орналасады. Пішіні ол сопақша, яғни кейде конус немесе алмұрт пішінді болып келеді. Өт қабының ұзындығы 8-14 см, ал ені 3-5 см құрайды. Сыйымдылығы 40-70 см куб. Күнделікті бауырдан өттің бөлінетін мөлшері 0,5-тен 2 литрге дейін болады. Бұлардың қалыңдығы өт қабырғасының 0,1-ден 0,3 см құрайды. Егер ОЗ-ге түскен кезде қалыңдығы 0 см-ден асатын болса, бұл бізде холецистит ауруын білдіреді. Енді біз өттің қызметі қандай деген сұраққа жауап береміз. Адам ағзасы орта есеппен 80% судан тұрады. Кез келген зат ағзаға сіңу үшін су ерітіндісінен өтуі керек. Екінші жағынан біздің жейтін майлы тағамымыз суда еримейді. Ол үшін бізге майларды ыдырататын ассимиляциялау үшін, яғни өт бауырда өндіріледі. Ал өт жолдары жүйесі арқылы ішекке түсіп, тамақ қорытылып сіңе бастайды. Яғни өттің қызметі тағамдағы күрделі майларды ыдырату және оларды бөлу болып саналады. Өт көмірсулар мен майлардың сіңуіне қатысады.
Өттің негізгі қызметі детоксикация. Өт көптеген токсиндерді кетіру үшін қажет. Сондай-ақ өт ішек моторикасын күшейте отырып, дезинфекциялық әсерге ие болып саналады. Май мен майда еритін витаминдердің А, Д, Е, К витаминдері үшін сіңу үшін өте маңызды болып саналады. Видео пайдалы болса лайк басып, комментарийге өз ойыңызды білдіре кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.